Жалпы мектеп жолына мен еңбек өтілімді осы Нұра ауданында бастадым. Үйірме жұмыс жетекшісі болып жұмысқа қабылданып, ары қаратай тәлімгерлік қызмет атқардым. Нұра ауданына біраз еңбек етіп, осы Шахтинск қаласына келіп, Шахтинск қаласында осы Әлихан Бөкейханов атындағы мектеп-лицейінде жұмыс істегеніме біраз уақыт өтті. Жалпы еңбек өтілімімізді бұл сала бойынша 17 жылдан астам уақыт өтіп кетіпті. Өзімнің отбасыма келетін болсақ, ата-анам, әже мен атам. Атам енді біріншіден биолог болған адам, ұстаздар әулетіміз ғой енді. Әжеміз неміс тіл пәні мұғалімі. Өзімнің әкем 20 жылдан астам мектеп директоры болып қызмет атқарды Нұра ауданында. Анам қазақ тілі әдебиеті пәні мұғалімі. Еңбек жолымды негізінде алғашқы әскери дайындық пәні мұғалімі болғым келді. Одан кішкене ой өзгеріп, өнер саласына кетіп қалған түрім бар. Көркем еңбек пәні мұғалімі болып оқуды тамамдадым. Қазіргі таңда осындай үлкен лицейде балалармен шығармашылық жұмыстарға айналысып, ғылыми жобаларға қатысып жатырмыз. Бизнес жобалары бар. Балалардың қазіргі таңда дайындалып жатқан үлкен мамандықтар атласы деген конкурстары бар. Болашаққа жолдама дейді. Енді балалардың деңгейлері өте жақсы. Жобаға деген көзқарастары өте жоғары деңгейде. Болашақта бір үлгілі бір бизнесмендер болады деп ойлаймын. Өзім секілді шәкірттерім бар. Олардың да еңбек жолдары үлкен, шығармашылық жұмыстары өте жоғарғы деңгейде. Жалпы сол көп еңбек атқарылды осы жылдар бойы. Енді жалпы бос уақытым, хоббиім деп айтсам болады. Арасында гитара шертемін, енді өзіме для себя уақыттан үйреніп келген ісім өзі. Сонан ең негізгісі ол шегемен жұмыс дейді, изонит дейді. Қазіргі таңда трендтон барлығы хоббиім десем болады. Қолөнер ғой біздің жалпы хобби осы. Жаңадан кабинет келіп жатыр осы мектепке. Сол кабинеттегі хоббиімді ары қаратай жалғастырып, дамытпақ ойым бар. Жалпы шеберлікке деген, өнерге деген көзқарасым басқаша, өз жоғарғы деңгейде деп айтсам болады. Өзім сүйіп ұнататын пәнім, өзім әр мұғалім дейді, енді өз пәнін сүйсе, жақсы көрсе, жақсы мұғалім болады деп ойлаймын. Әр мұғалімнің жоғары деңгейі сол деп ойлаймын енді. Оқушыларға, шәкірттеріме айтатын кеңесім, ақылым десем де болады. Еңбек етсеңіздер барлығы болады. Еңбек етсең ерінбей тояды, қарын тіленбей демекші. Еңбек ету керек, еңбек етсең барлығы дұрыс болады. Келіп жеткен Әз-Наурыз мейрамы ұлыстың ұлы күні құтты болсын, ақ мол болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын, тек қана қуаныш болсын.